Адамның ғұмыры жайлы аңыз. 18 мың ғаламды жаратқан соң Алла адам мен жан-жануарларды қадір қасиетпен мөлшерлі ғұмыр бөліп беру үшін дәргейіне шақырады. Бірінші болып адам келеді. Оған Алла: адам, сен менің орынбасарымсың. Сол үшін саған сөйлеуге тіл, ойлауға ақыл бердім. Барша жаратылыс сенен төмен тұрады. Оларға өз үкіміңді жүргізесің. Тағдырыңа 30 жыл ғұмыр жаздым деді. Адам өзіне аз ғұмыр берілгеніне қапаланып ішінен: егер мен дүниенің патшасы болсам, онда 30 жыл ғұмыр сүргеннің не пайдасы бар деп ойлапты. Екінші болып есек келгенде Тәңірі оған: сен адамның айтқанына көніп, айдағанына жүресің, үнемі жаза көріп мехнат шегесің. Етің арам, еңбегің адал болады, саған 50 жыл ғұмыр бердім, дейді. Бұл үкімді естігенде есек басын жерге ұрып: егер дүниеде тек азап шексем, соншама ғұмыр не керек? Өмірімнің 20 жылын алыңыз деп жалынады. Сонда адам келіп: я ұлық Алла, есектің 20 жылын маған бер, дейді. Алла екеуінің де өтінішін қабыл алады. Содан соң ит келеді. Оған Алла: сен адамның үй жайын күзетесің. Азығың сүйек саяқ жуынды болады. 40 жыл ғұмыр кешесің, дейді. Ит қыңсылап: егер үй күзетумен ғұмырымды өткізсем, оның несі өмір, жасымды 20 жылға азайтыңыз, деп сұрайды. Мұны естіген адам қайта келіп, иттің бас тартқан 20 жасын өзіне қосқызады. Одан кейін маймыл келеді. Оған Алла: адамға сенің тек сыртқы бейнең ұқсар, бірақ мінезің бала сияқты болады. Сондықтан балалар сені ермек қылады. Дүниеде 60 жыл жүресің, дейді. Шошынған маймыл Алланың дәргейіне бас ұрып: адамға тек сыртқы пошымым ұқсаса, әрі кім көрінгенге мазақ болсам, мұндай өмірдің не қызығы бар? Ғұмырымды 30 жылға қысқартыңыз деп өтінеді. Адам тағы келіп маймылдың 30 жасын сұрайды. Бұл жолы да Алла оның тілегін қабыл етеді. Адам тілегі толық орындалған соң 100 жыл ғұмырда жетер деп жөніне кетеді. Адам әуелгі 30 жылдың ішінде еш уайымсыз бақытты дәурен сүріпті. 30-дан асып 50-ге жеткенше есек сияқты бейне тартып дүние жинайды. Бұл есектен алған 20 жыл екен. 50-ден 70-ке дейін жиған дүниесін қориды. Кім болса соған айғайлап қазымыр күй кешіпті. Бұл кезең иттен алған жылдар. 70-тен асқан соң ажарынан, ақылынан айырылып, бала мінезді болыпты. Белі бүкірейіп, таяқпен жүретін болыпты. Жас балалардың ермегіне айналады. Бұл маймылдан алған жас екен.